Мынау өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай кең дүниеде шыр етіп дүниеге келген адам еш жиып етек жапқаннан тағдырдың бір алаң соқпағанда өмірдің өріне ұмтылады ғой. Сөйтіп күнделікті қарбалас тіршілікте алға биік мақсаттар қоя, талабының тұлпарына мінеді. Мұндай үлкен өмір жолынан өткен өршіл жандардың қатарында Талдықорғандағы Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы 18-ші орта мектептің ұлағатты ұстазы, алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы, Қазақстанның халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы, еркін күрестен бірнеше дүркін еліміздің чемпионы танылған, өмірі мен қызметі талай мақалалар мен өлеңге арқау болған Жетісудың айтулы ақындарының бірі Жұмабек Қуанышбайұлы да бар. Өмір дерегіне көз салсақ, қазір Ақсуда тұратын әпкесі Майраш екеуі кедей шаруа Қуанышбайдың отбасында Ақсудың Қаракөзінде туып, Лепсі кентінде өскен. Анасы Күлейман да қарапайым еңбеккер болған. Лепсідегі 11-ші орта мектепті бітірген соң Алматыдағы дене тәрбиесі институтына түседі. Оны бітірген соң еңбек жолын Қаракөзде ұстаздықтан бастайды. Одан соң Ақсу аудандық спорт комитетін басқаруға шақырылып, тұңғыш рет бұл өңірде еркін күрес ұйымдастырады. Ол дәріс берген қазіргі Мамания мектебінен 50-ден астам түлек дене тәрбиесі институтын бітірсе, ондаған шәкірттері танымал спортшы. Солардың бірі Саят Құдайбергенов, Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушы. Қазақстан Республикасы оқу министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған ұлағатты ардагер ұстаз жан жары Шариза Бекқалиқызы Білісбаева мен тәрбиелеп өсірген ұлдары Қайрат Қайыржан Айбат та дене тәрбиесі институтын бітірген мамандар. Қайраты мен Қайыржанын немере сүйіп отырған қадірменді ата әжелер. Қазақстан журналистер одағының мүшесі Жұмабек Қуанышбайұлы бала жасынан өлеңді серік еткен айтулы ақын. Ақсудың бас ақыны атанған, әрі бүгінде Ақсу жырлап ағады, сұлулық саған ғашықпын, қыран қияқ асамғайды, тағдыр арнасы кітаптарының авторы. Өлеңдері аудандық, облыстық, республикалық басылымдарда бірнеше жыр жинақтарында жарияланды. Әрі жарияланып та жүр. Жұмабек Қуанышбайұлының азаматтық тұлғасы бірнеше рет ауылдық, аудандық кеңестер мен мәслихат депутаты болуымен де ажарлана түседі. 8 қырлы бір сырлы азамат Жұмабек Қуанышбайұлының дос-жарандары да көп. Ол әрі ақын, әрі палуан, әрі ұстаз, абыройлы отағасының қонақжай шағынағында болған мына жүрек жарды әңгімелерден айқын танылады. Жетісу көрермендеріне ақын есебінде, азамат есебінде, ұстаз есебінде бүгін көрсетіп отырған Жұмабек Қуанышбаев екеуміздің араласқанымызға соны 50 жылға тақап қалды. Мен алғаш бала кезінен екеуміз бірге жүреміз, бірге тұрамыз, Ақсуда бірге болдық, қазір Талдықорғанда біргеміз деген сияқты. Жұмабек Қуанышбаев алғаш өлеңдерін соны 59-60 жылдары жазып әкеледі. Мен ол кезде Ақсу аудандық газетінің редакциясын істеймін. Бұның алғашқы өлеңдерін өңдеп, жөндеп деген сияқты білген бағытымды беріп, ақыл айтып жүріп жазғыздық. Одан мені Құдайға тәубе дейік, содан бұл жақсы ақын болып қалыптасты. Өлеңдерінде өзіне тән, Жұмабектің өзіне тән ерекшеліктер бар. Мәселен, Жұмабектің өзі спортшы, Қазақстан еңбек сіңірген, Қазақстанның чемпионы қазақша күрестен. Сол өлеңдерінде Жұмабектің өз мінезі айқын сезіліп тұрады. Адуындығы, жаңағындай асау кездері де жазған өлеңдері бар. Соның бәрінен Жұмабектің өз мінезі аңғарылып тұрады. Қазір Жұмабек сол қалыптасқан ақын болды деуге болады. Әртүрлі баспалардан 4 кітабы жарық көрді. Сол 4 кітаптың үшеуіне мен редактор болдым өзім, өңдеп. Кейбір жерлерін көмектесіп деген сияқты.
өлеңдерін Жұмабек өлеңдерді өндіртіп жазады. Өндіртіп жазады, онда көбінесе оқиғаға арнап, немесе белгілі бір адамға, азаматқа арнап жазады. Қазір енді Жұмабек 5-ші кітабын дайындап жатыр. Сол кітапты дайындасуға да көмектесіп, мен редакторымын ол кітаптың. Ал сөзін жаздық, басқасын жазып реттеп дайындап отырмыз. Сәтін салса, осы жылдың аяғына дейін оқырмандар қолына тиеді. Әлі де енді Жұмабек күнделікті мерзімді баспасөзге үлес қосып, соған қатысып, мақалалар жазып тұрады. Өзінің ұстаздық жолы туралы өнегелі тәжірибесін жазып тұрады. Белгілі бір жастарды қалай тәрбиелегенін, қалай оларды чемпиондық турға көтергенінде айтып жазған мақалалары бар. Осы мақалалардың бәрі жиналып, биыл 5-ші кітапқа енеді деген ойдамыз. Жұмабек жасымыздан бірге жүрміз. Оның бәйбішесі Шәризамен бірге оқығанбыз. Үйіміз араласқан, өзіміз араласқан азаматтарымыз. Жұмабектің шығармашылығы өмір жолы тағдыры кімге болса да үлгі дейсіз ғой енді. Шығармашылығы бәрі ол жүріп өткен өмір жолы бәрі үлгі. Кейінгі жастар үшін айтуға, кейінгі жастар оқып білсе, өлеңдерін оқып білсе, талай нәрсені түсінеді. Сондықтан Жұмабектің кітаптары оқырмандарын табады деген ойдамыз. Жақсы осындай шығармашылық шабытпен өмір сүріп, семьясын үлгілетіп, басқаларға өнеге борлықты етіп құра біледі дейміз. Жұмабектің балалары да жақсы өзінің әке жолын шетінен спортсмендер, спортшылар, олардың да табыстары өз алдына. Сол Жұмабекке енді алда семья бақытын, өмір бақытын, шығармашылық табыстар тілеймін. Мен Жұмабек Қуанышбаев деген азаматты танығаныма, білгеніме 40 жылдай уақыт өтті. Бұл кісі Ақсу ауданында Қызылорық орта мектебінде мұғалім болып қызмет істеп жүргенде бірге болған уақыттарымыз бар. Сол кезден бастап институтты бітіріп келген жас маман ауыл спортын дамытуға өзінің үлесін қосты. Ауылда көптеген жастарды тәрбиелеп, басын қосып, ең алғаш күрес секциясын ұйымдастырған осы Жұмабек Қуанышбаев болатын. Содан кейін мен Ақсу аудандық газетінің редакциясына қызметке ауыстым. Сол кезде бұл кісі ауданда спорт саласында қызмет істеп жүрді. Басшы органда да істеді, жаттықтырушы болды. Менің танитым содан бері қарай уақыт. Содан кейін спорттық жетістіктер, жас өрендердің табыстары туралы газеттерге мақалалар жазып, міне содан біздің арамызда жақсы қарым-қатынас қалыптасып кетті. Жұмабек балуан болды, Жұмабек журналистикаға ден қойды. Жұмабек Қуанышбаев кейін өлең жазатын өнерді дамытты. Бұл кісінің қазіргі уақытқа дейін 4 кітабы жарық көрді. Сол 4 кітабында мен өзім қолымда бар, менің үйімде сақтаулы. Соның барлығын мен оқып шықтым. Енді жаңа өзімен әңгімелесіп отырсақ, енді 5-ші кітапты баспаға дайындап жатыр екен. Өзі бұл деген үлкен еңбектің адамы. Еңбекқор, ақындығы бар, балуандығы бар, журналистігі бар. Жұмабек деген міне осындай жақсы азамат. Жәкең менің курстас досым. Екеуміз бір ауылдың жігітіміз. Бұл Жәкең Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Ақын десе ақын. Ақылды жігіт десе ақылды жігіт. Ақын десе ақын. Мына достарыменен дос, нелерменен өте бір бақытты адамның бірі деп санаймын. Балаларын өсіріп, бірінен кейін бірі осы институт бітіріп біздің дене тәрбиесі жағынан уақытында өз несін аламаған жігіт. Қазақстанға Совет үкіметіне деген уақытта біраз қазақтарда жақсы мінез болады ғой, бір мінез жігіт. Мінез ақын десе ақын, жаттықтырушы десе жаттықтырушы, тәрбиеші десе тәрбиеші. Мен өзім соның мінезін жақсы көремін. Жүкемнің. Жақсы семьянин,
мына 3 баласын тәрбиелеп, үшеуі де физкультура, спорт мамандығының несі, осы біздің қаламызда жұмыс істейді. Екеуміздің арамыз еш уақытта ажырасып көрген жоқ. Міне сол жағдайымыз осы, Жәкең айтып отыр. Жұмабек Қуанышбайұлының әріптесі Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы 18-ші орта мектептің еңбек пәнінің мұғалімі Жұмаш Немеребаевпен болған мына әңгімеде көп сыр ашты. Мен осы мектепте 89 жылдан бері жұмыс істеймін. Фамилиям Немеребаев, атым Жұмаш, еңбек пәнінен сабақ беремін. Қуанышбаев Жұмабек ақсақалда 86 жылдан осы мектепте жұмыс істеп келе жатыр. Бұл кісінің өзі 42 жыл тәрбие саласында, спорт тәрбие саласында жұмыс жасаған. Біздің мектепте әскери дайындықтың, әскери алғашқы дайындықтың несін болып 90-96 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Беделді, тәрбиелі адам шындықты жақсы көреді, тәртіпті жақсы көреді. Біз осы мектепке келгелі бері тәртіпті ұлдар әсіресе арасында темекі шегу, анау-мынау бұзықтықтың бәрі тиылды. Бұл кісі қатал, және өзі қатал да болса ақ көңіл, сондай ашық жарқын адам, өзі ақын, өзі спортшы, өзі тәрбиеші, өзі мұғалім, беделді біздің мектептің бір ақсақалы. Өзің педагогтар арасында беделі бар, өз күшімен осы сыныпты, өз алғашқы әскери дайындық сыныбын өз күшімен дайындады. Өзінің жолдастарының арқасында, мұғалімдердің арқасында өз күшімен түгел бәрін, плакаттарын жазып, жазуларын жазып, мына нелердің бәрін іліп, өз күшімен безендіріп, жабдықтап, осыны өз күшімен дайындады. Қоғамға, отанға деген бұл кісінің сүйіспеншілігі өте жақсы, адал адам. Адалдықты жақсы көреді, тура айтқанды жақсы көреді, шындықты жақсы көреді. Бұл кісінің еңбегі ұшан теңіз деуге болады. Ал Жұмабек ағайдың жан-жары Шариза Бекқалиқызы бізге былайша сыр бөлісті. Енді біз мына Жұмабек екеуміздің үйленгенімізге 35 жылдай болды. 3 баламыз бар. Қайрат деген үлкен ұлымыз, ол да физкультурник. Өркен мына спорт кентінде жұмыс жасайды, методист болып. Ортаншы ұлым, ол да физкультурный институтты бітірген. Ол 18-ші мектепте физкультура сабағынан береді. Кіші кенжемізбен өзіміз бірге тұрамыз. Ол кенжем университетті бітірді, Жансүгіров атындағы осы Талдықорғаннан. Әскерлік борышын өтеп келді. Қазір компьютерлік курсын оқып жатыр. Енді 1-2 күнде бітіреді. Содан кейін жұмысқа кіремін деген ойымыз бар. Тұрмысымыз енді ел қатарлы, балаларымыздың бәрін оқыттық. Үйленген үйленіп жатыр, үйленбеген осы кенжемізбен өзіміз үшеуміз. Кенжемнің аты Айбат, ортаншы ұлымның аты Қайыржан. 2 балам да үйленген, алғашқы 2 балам. 2 балалары бар, 4-6 немереміз бар біздің. Енді осы кіші ұлға қарап отырмыз, сол үйленсе, жұмысқа кірсе, сосын кейін алдыға қойған мақсат мүддеміз орындалды деп есептейміз. Енді ағам өлең жазады, өлең жазғанда көбінесе ол түнгі сағат 5-те тұрып жазады. Шабыты келген кезде 5-те тұрады да, сол өзімен өзі жазып жатады болды, біз ұйықтап жатқанымыз кезде. Мінез құлқы енді тез адамға жатады, ұйқылау. Енді бұл қандай ақын десем болар еді. Өткір ақындарға жатады, дүлділ, өткір, сондай адуынды. Басынан сөз ашырмайды. Тура енді өжет адамға жатады. Мен өзім 32 жыл ұстаз болдым. Онда да менде жаман жұмыс жасағам жоқпын. Үй шаруашылық сабақ домоводстводан бердім қыздарға. Балахметовтың оқу министрінен алған мақтау грамотам бар, құрмет грамотасы бар. Еңбек жолым жаман болған жоқ, жақсы болды. Балаларымды жақсы тәрбиеледім, шәкірттерім маған риза. Көрген жерде бастап, құшақтап әншейін. Ой, Шариза Білісбаевна деп
сыйлап тұрады көрем. Мен де өзім оқушыларымды жақсы көремін. Жалпы өзімде қыз бала жоқ, сондықтан мен өзім қыз балаларды жақсы көріп, және қыз балаларға сабақ беруді де соған үйлесуіме келдім ба, солай Ал болып енді міне кеткен. тағдыр, өмір жолы тағдыр арнасы міне осылай тоғыстырып сіздерді. Иә, Осындай үлкен өмір жолынан өтіп, мынандай үлкен дәрежелерге жетіп жатырсыздар. иә. Енді әйтеуір тіл табысамыз ақынменен. Ақынмен тұру да оңай емес. Ол ақын деген ол ауа райы сияқты адамдар. Кейде жомарт, кейде енді табиғат қандай болса, ақындардың жан дүниесі де сондай деп ұғам мен. Өзім білетін ақындардың көбісі сондай аласапырандау болып келеді, өр көкіректі сондай болып келеді олар енді. Енді тұрмысымыз жаман емес, ризамыз өмірімізге. Сол балаларымыз жақсы, дұрыс өмір сүрсе, өздерінің жанұясымен жақсы тұрып жатса, біз өзіміз жақсы тұрып жатсақ, одан артық не керек? Жұмысымыз да жаман болған жоқ. Ол өз жұмыс тарапынан өзі жақсы жұмыс жасайды. Мен өзім жақсы жұмыс жасап, міне зейнеткерлікке шықтық. Ал Жұмабек Қуанышбайұлы өз шығармашылығы мен еңбегі, өмірге көзқарасын өзінің шығармашылық лабораториясында отырып, мынандай сыр бөлісумен айқын көрсетті. Енді жастайымнан спортты сүйіп өскен адаммын. Сол арманым спорт болды, бірақ мектеп жасынан өлең жаздым мен. Екеуін қатар алып жүрдім. Сол арманым физкультуринстқа түскен болды, физкультуринстқа түстім, бітірдім. Ақсу ауданында 25 жыл еркін күрестен аға жаттықтырушы болып істедім. Ал енді бір мектептің өзінен 50-ден астам Алтынсарин атындағы, бұрынғы Алтынсарин атындағы орта мектептен 50-ден астам физкультуринст бітірді, менің оқушыларым, шәкірттерім. Ал енді өзімнің 2 балам, 3 балам физкультуринст бітірді, 3 балам. Ал 2 туған жиенім, қарындасымның ұлдары, олар да физкультуринст бітірді. Бәрі де спортқа берілген. Енді жаңа алдында айтып кеттім, өлеңді сол мектеп жасынан бастап жаздым, мектеп жасынан. Қазір енді 4 кітап шығардым, 3 ұжымдық кітаптарға өлеңдерім шықты, көп ақындармен бірге. Ал енді қазір 5-ші кітапты жазып жатырмын, баспаға беріп қойдым. Ол Аққу мүсін деген атпенен. Рұқсат қағазын алып келдім. Сол енді, басқа айта берсек, айтатын не көп. Енді мысалы қалда өзім адам мына өлең жазу деген ол күнде шыға бермейтін не. Ал мысалы қалда мына облыс осында көшіп келгеннен кейін мына облысымыздың әкімі Шалбай Құлмұханов мырзаға қатты бәріміз риза болдық. Сол риза болғандықтан мысалы сол кезде мысалы қалда мынандай бір өлең шумақтарын арнап едім. Бұл кісі облыс орталық көшіп келді, құлагерді бәйге қос шұбаттап, Шалбай Құлмұханұлына. Бойыңда дүлей күш бар туғла баққан, ерлігің бұл күндерге елген мақтан, талдырған қаласын гүлдендіріп, айналдырып жатырсың жұмақ баққа, айналсын талдырған жұмақ баққа, ізіңе қаулап өссін гүлдер қаптап, алғысына халқының бөлене бері, жақсысын көрініс тапсын күнгей жақтан, жақсысын көрініс тапсын күнгей жақтан, ел сенімен қашында жүрші ақтап, жылқы жылы мерейің үстем болып, аллаң жар болып тіл көзден жүрсін сақтап, құлагерді бәйге қос шұбаптап. Енді Шалбай Құлмұхановтың осы жемісі, мен осыған арна өлеңім, оған шынында да үлкен бір жеміс әкелген сияқты. Сонан кейін бір жылдан кейін, мысалы ол кісі орден алды. Сол орден құтты болсын деп, ол кісіге бір құтты болсын орденің. Облыс әкімі Шалбай Құлмұханұлына. Аллаң жар болып, ісіңді елің жақтап, құлагерді бәйгеге қостың баптап, жылқы жылы мерейің үстем болып, халқың артқан сенімін шықтың ақтап шықтың сенімін халқың артқан, көрініс тапты жақсың күнгей жақтан, елбасының нұрсұлтан еңбегіңде бағалап омырауыңа орден таққан, омырауыңда орденің құтты болсын, шаттықтан шаңырағың жырға толсын, еңбегің бұдан да зор бағаланып, денсаулығың зор болсын, мықты болсын, алған барыс орденің құтты болсын. Жаңағы, ал енді осы мына шығармашылық
өлең қалай жазасыз өлең жазуда? Енді өлең жазғанда өзі адам кейде бір ойлаған бір нәрсені жазам деп ойлап жүрген уақытта ол бір шықпайды. Кейде бір ой бәленбай нәрсе мен өлең жазам деген ол дұрыс емес екен. Өзі бір шығады бір кейде. Шабыт туып, иә, мына мысалы бір кезде мен Абайға арнайым деп 2 жыл өлең ойлап жүріп шыққан жоқ. Ал енді Абайға бір 7 күнде 7 өлең туған уақыты болды бір кезде. Абайдың 150 жылдығында, Абайдың 150 жылы осындай енді. Мына өлең жазуда да Алла тағала Ақсуда бас ақын атандым. Ілиястың мүшәйрасында мысалы қандай жүлделі орындардан көріндім. Ал енді Талдықорған облысының 50 жылдығында мына поэзиядан өлең жазудан бірінші сыйлық алдым. Кәдімгідей. Енді ар жағын Алла тағала берсе тағы да енді әйтеу тірі болсақ жаза береміз. Арманым да Халыққа, жұртқа арнап. Иә, енді көбінесе менің өлеңдерімнің өзі мысалы қанда осы халықтың ана тілімізді білсек екен. Халқымыз мысалы қанда бір тұтас болса екен, бейбітшілік болса екен, менің өлеңім көп сондай. Мысалы қанда адам өзінің байлығына азаматтық. Мысалы мынандай бір шумақ өлең кісілігің не болмақ деген. Біреулер неге осы сінеді, кернеп тұрған бойында күшімеді, білекті бірді жығар деген мәтел қалайша түсінбеді. Біреулер неге осы сінеді, ұстанған мәнсәбінің күшімеді, жұмыс деген дейді ғой қолдың күрі қалайша түсінбеді. Біреулер неге осы сінеді, шалқыған байлығының күшімеді, саулық, байлық теңгеге сатылмасын, қалайша түсінбеді. Түсінбесең, түсінбе түсінігің, солай болды ойымен кісінің мың, санаспардың ісіндің ойлан пенде, сонда сенің не болмақ кісілігің дегенсің. Осындай енді. Мынау азаматтық санда. Енді мына көбінесе сіз мына жеткіншек ұрпақтарға ұрпақтар тәрбиесіне мысалы қанда мына осы мен мына 7-8 жыл мына алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ бергеннен бері мына Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы нөмір 18 мектепте мен мысалы қанда 3-ші кітабым қыран-қияға самғайды барлық тегіс ол енді патриотизмге толы өлеңдер. Бәрі патриоттық неде шабыттан туған өлеңдер. Бір кітабым түгел соған арналған. Енді оның ішінде мысалы қанда ұлан туралы, тәуелсіздік туралы, асқақ тұрып, соқ дабыл деген сияқты барлығы өлеңдер патриотизмге толы. Енді онда мысалы қанда арна өлеңдер бар. Айтады ғой, даналық бабалар сөзі даналық көз дегендер. Мысалы қанда солардан үлгі алып, біздің өткенімізді балаларға көрсету деген ол мұғалімнің басты қалайша ол міндеті. Мысалы менің міндетім, мысалы қандай осында кең байтақ жерімізді біздің бабаларымыз бізге мұраға қалдырған осы жерімізді біз сақтап қалуымыз керек. Тәуелсіздігімізді баянды етуіміз керек. Осындай сарында мен көбінесе өлеңдер жаздым. Бір кітап көп шығардым. Сол. Енді айта берсе сөз көп қой. Енді қазірде енді мына өзіміздің айтамыз қазір мына көше бойлап не бір мекемелерге кіріп барсаң көбісі бір-бірімен орысша сөйлесіп жатады. Сонда адам іштен күйінеді екенсің. Кейде мен айтамын, қарағым, неге қазақша сөйлемейсіңдер? Сонда олар ала көзімен қарайды өзіңе. Кейде соған бір үндемей кетіп қалатын да жағдайлар болады. Ал енді біз өзіміздің тілімізді, дінімізді салқанда сүймесек, онда біздің келешегіміз не болмақ? Мен өзім соған қатты ойланамын. Бір кезде мынандай деген, бір Боровск деген сұхбат деген газетке билетті. О, қазақтар деген ол өте жалқау халық, ұры халық, өтірікші деген. Салқанда сөйлеп тура бір бетке түгел жазған ғой. Содан кейін мен салқанда әуел соған арнап мен сұхбат газетіне мынандай өлең шығардым. Енді мынандай енді ол қазақ сен итермес күресінге
Сен халқымды қорлама білесің бе, басқұл сені тастар ед күресіңге. Қазақ деген қашанда ұлы халық, бауыр тұтар жарасаң ілесуге. Бауыр болып жарасаң ілесуге, қазақ жомарт бауырмал білесің де, шын туысып кетесің, үйретеді адалдық шындық үшін күресуге. Сен бәрін білесің ғой, білесің де, өтір білмегенсіп күлесің бе. Мариям Жагор қызы Дудар Раймен махаббат жолында өтті күресумен. Махаббат жолында өткен күресумен құрғалған аз бажастар үлесінен 30 жыл ортамызда өмір сүрдің, сені біз итертіп күресінге. Махаббат жолында өтсең күресумен, қазақ сені итермес күресінге. Дударға ғашық болған Мариямдай жыр болу айнал әрең ол есімге. Шын айтсаң қазақты білесің бе. Сұхбат газетіне шыққан. Иә, өмірі өнегелі, тағдыры бақытты, Асқаралы Алпыстың бел ортасын алқымдаған ақиық ақын, ұлағатты ұстаз, жастардың жарқын тәлімгері Жұмабек Қуанышбайұлы осындай абыройлы да ардақты жан. Әрдайым абыройыңыз асқақтап, жыр өлкесінде жұлдызыңыз жоғарылай берсін дейміз бізде.